Қайырлы күн, қош келдің құрметті көрермен. Бұл өзім қазақша смарт менеджинг ICT білімдерін үйрететін YouTube арнасы. Төменде Telegram ссылка тұр. Сонда біз күнделікті анализдер, пайдалы ақпараттар сол Telegram каналға жүктейтін боламын. Соған тіркеліп алсам болады. Қайырлы күн, бізде бүгінгі тақырып структура деген тақырып. Структура жалпы өте маңызды тақырыптардың бірі. Осыған барлық ары қарай анализдеріміз осыған структураға құрылатын болады. Яғни енді кейбір жаңағы барлық инструменттермен қосқанда структурамен жұмыс жасауға болады. Жалпы бізде үш түрлі жағдай болады рынокта. Бірінші, баға өскендегі кездегі бағаның жүруі. Яғни бізде импульс болады, сосын коррекция болады. Импульс, коррекция деп өстіп жүреді. Одан кейін кері шартовый структура болады. Яғни баға құлаған кезде импульс береді, сосын мынау коррекция болады бізде. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс деп өстіп кете береді. Сосын үшінші жағдай бар, ол бізде боковик. Бағаның, яғни бір расында диапазонда тұрып қалуы. Белгілі бір не жоқ, тренд жоқ, яғни лонгта емес, шортта емес. Өйстіп бағаның бір жерде тұрып қалуы. Не лонг емес, не шорт емес. Былайша айтқанда бір анық бағыты жоқ та. Осыны біз боковик дейміз. Мына жерге жазып қойайық. Мынау бізде аптренд дейді, немесе лонг дейді. Мынау лонг деп айтайық. Мынау шорт. Мынау бізде боковик. Боковик деген боковое движение, яғни жанына қарай қозғалу дегеннен шыққанда. Боковик немесе рейндж дейді. Өйстіп айтады. Так. Сосын үшінші жағдай флет деген де бар. Флет деп айтады кейбір кезде. Осының барлығы жаңағы боковик деп айтамыз. Мынау жоғары бағыттағы структура, мынау төменгі бағыттағы структура. Так. Енді бізде мына структураларда максимум нүктелерді, белгілі бір нүктелерден импульс алады ғой. Соларды белгілеу үшін біз higher low деген термин енгізген болатын. Яғни мына жерден мысалы мынау higher low, яғни минимум деген сөз былайша айтқанда. Higher low болады бізде. Мына бір нүктеміз көрсетіп қойайын. Мына бір нүктеміз. Мына бір нүктеміз. Мына бір нүкте. Мынаның барлығы бізде не болады? Higher low болады. Мына нүктеміз бізде higher high болады. Яғни максимум деген сөз. Максимум. Мынаның барлығы higher high болады. Higher high, мынау higher low. Higher low, барлығы higher low болады бізде. Так, бұл бізде жаңағы жоғары бағыттағы структурада. Керісінше, кері бағыттағы структурада, шартовыйда бізде ерінші мына жер lower low, яғни минимум деген сөз. Мына жер lower high болады. Бұл максимум деген сөз.
қайырлы өйстіп белгілейміз. Мына боковикта ештеңе белгілемейміз андай. Так, енді так, оны біз енді қазір графикте мысалдарын көрсетемін. Мынаны өздеріңізге скрин бірдеңе жасап алсаңыздар болады. Так, мысалға мына жерде мысалы мына жерде мынау қарасаңыздар құлап бара жатқан структура, иә. Енді бізде мынау максимум бар. Ключевой максимум. Мынау бізде lower high болады. Құлап кететін структура. Lower high. Мынау бізде минимум структура lower болады. Одан кейін максимум нүктені іздейміз. Lower high. Өйстіп бағамыз көрдіңіздер ме? Қимылдайтын болады. Мынау бізде high. Мынау бізде low. Ең минимальный нүкте бермейміз. Қазір енді оны қалай анықтау керек, соны барлығын көрсететін боламын. Жалпы графикте осылай көрінетін болады. Так, енді бізде ертелі-кеш мына лонг шортқа бұзылуы мүмкін, немесе шортымыз лонгқа айналуы мүмкін. Оны біз жаңағыдай бос дейміз. Графикте көрсететін боламын. Мысалында бізде импульс коррекция деп өсіп келеді бағамыз. Осы жерде мысалында мынау бізде higher low ғой. Сол higher low нүктесі мысалында импульс беріп, кейін мына нүктенің астына бекитін болса, яғни оны біз слом деп айтамыз. Бос дейді кейбір жер, слом дейді, shift дейді, church дейді. Жалпы бос деп ала берсеңіздер болады. Өйстіп жаңағыдай кері бағытқа қарай, шортқа қарай кетеді структурамыз. Керісінше мына жақта шортта керісінше импульс болады, сосын коррекция болады. Импульс кете береді. Так. Қолды қазір қайтадан салып жүрек. Бізде импульс бар, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, сосын мына ключевой минимум бұзылатын болса, higher low'ымыз. Мына жер слом структура болады, сосын кері бағытқа қарай бағамыз өрбейді. Яғни мына бір жеріміз бізде бос деп айтылады. Осы минимумды көрсеттік қой. Бізде higher low. Higher low. Мынау бізде higher high. Мынау бізде higher high болады. Мынау бізде не болады? Lower low болады. Мынау lower high болады. Өйстіп бағамыз кете береді. Мынау бізде бос болады. Бос деп қойып. Break of structure, яғни ағылшын тіліне аударғанда структураның бұзылуы деген сөз, бос. Так, енді келесі мәселе бізде C-boss деген термин бар. Яғни ол мына жерлердегі сломдар. Continuation boss деген сөз. Continuation boss деген жалғасып жатқан слом деген сөз. Мына максимумдары жаңаратын кезде бізде C-boss болады. Мына жерде кері бағытты мына жерде.
мынау бізде C бос. Яғни мына жерде бізде бос қалай пайда болады? Яғни бізде мынау импульс берген нүкте бұзылатын болса, онда бізде мынау бос болады. Керісінше мынау жаңағы хайр-хайларымыз бұзылатын болса, онда ол не болады? C бос болады. Осыны анықталайық. Так, келесі бізде енді K-low, K-high деген терминдер бар. K-low, K-high, оны қалай анықтаймыз? Яғни бізде мынау ключевой точкамыз мынау, сосын мынау болды, мысалы. Мынандай. Так, мынандай алсақ. Сонда бізде бағамыз өсіп келеді деп ойлайық. Бағамыз өсіп келеді. Енді мына жерде бір жерде бізде мынау точкамыз K-low болады. Яғни мынау K-low ключевой минимум былайша айтқанда. K-low минимум деп қойып. Так, мына жеріміз бізде бағамыз коррекция жасаса, осы жақтарға мынау K-high болады. Міндетті түрде коррекция болу керек, сонда ол K-high болады. K-high мына жерге максимумда қойық. Енді осының арасында баға негізінде білмейсіздер қалай болады. Мына жерде белгісіздік аймағы, яғни мына жерде боковик жүруі мүмкін бағанағы айтқан. Ана былай оны білмейсіздер. Яғни қай жаққа жарып шығады, сол жаққа сіздің бағытыңызда болады. Егер де ол былай жарып шықса, онда бізде мынау K-high'ымыз не болады? C бос болып кетеді. Яғни C босқа айналады. C бос. C бос деп жазып. Егер де бағамыз біздің мына бір минимумды жаратын болса, онда не болады ол? Онда бос болады. Break of structure дегеніміз. Скорее всего, мынаны бұзатын болса, бағамыз ары қарай төмен қарай бағытта кететін деген сөз. Бұлай болса бізде C бос, яғни continuation, яғни бағамыз ары қарай өсуді жалғастырғысы келіп тұр деген сөз. Егер де бұлай болса, бағамыз біраз боковикте жүріп бұлай бұзатын болса, онда ол бос болады. Осы жерде түсікті деп ойлаймын, қазір мысалда көрсетеміз. Жаңағы айтқандарымыздың барлығын енді мысалда көрейік. Алтын 4 сағаттық таймфрейм. Таймфреймде негізі қатты маңызы жоқ. Мен 4 сағат деп алдым, яғни шумасы болу үшін. Мына жерде мысалында мынау бізде мынау хайрлау деп ойлайық. Хайрлау. Ключевой нүктеде мынау болады, ең төмен тұрған. Мына жерде мысал келтірейік. Мына жерде баға құлап келіп, кері бағытқа қарай өзгерді. Мына жерде біз хайр ол деп аламыз, мына нүктені. Хайр ол деп аламыз. Енді бағамыз мына жерде өсті бір коррекция беріп байқасаңыздар. Мына жерден өсті, сосын коррекция берді. Мынау хайр-хай болады. Негізі мынау хайр-хай, мынау хайр-лоу деп табылады, бірақ одан да үлкенде тұртам біз себептен осыны аламыз. Мынаны хайр-хай деп алайық. Енді хайр-хай бізде коррекция пайда болған кезде пайда болады.
коррекция болмай тұрып мына хайр-хай деп айта алмаймыз. Яғни коррекция пайда болды. Яғни максимум нүкте ең максимум осы. Енді бізде келесі ол хайр лоуды күту. Яғни хайр лоу қашан пайда болады? Мына максимумды бұзған кезде. Яғни мына максимумды бұзғаннан кейін ең төмен нүкте бізде мынау емес, қайсысы? Мынау нүкте. Осыны біз не деп аламыз? Так, мынау бірінші бұзсын. Байқасаңыздар, мына денесімен бұзды. Яғни мынау слоум деп аталады. Мынау не болады? Бізде C-босс болады. Бұл C-босс. C-босс болады. Мынау бізде не болады? Ол хайрлоу болады. Жаңадан. Енді бізде хайрлоуымыз бар. Енді келесі хайр-хай әлі әзірге мынау, бірақ коррекция болған күтуіміз керек деп ашылды. Байқасақ, міне коррекция бар да. Значит, не болады? Ол бізде ключевой максимум болады. Мынау бізде ключевой максимум. Мынау бізде не болады? Ол кей лоу болады. Мынау кей хай болады. Яғни бағамыз қай жаққа шығады, сол жаққа қарай болады. Егер де бұлай бұзып өтетін болса, онда C-босс болады ол. C-босс болады. Егер де мынаның астына бұзып өтіп, денесімен бекитін болса, онда бізде не болады? Ол босс болады. Яғни бағамыз кері шортқа қарай дайындалады деген сөз. C-босс болса, онда continuation деген ағылшын тілінен жалғастыру деген сөз. Жалғастыру. Енді көрейік қалай болады. Көрейік. Бұзған жоқ. Қарасаңыздар, мына свеча денесімен үстіне бекіді. Так, ары қарай бұзды. Енді біздің мынауымыз не болды? Хайрлоу болды. Бұзғаннан кейін меню коррекциядан кейін меню нүкте мынау болды. Хайрлоу деп қоямыз. Мынаны біз кей-лоу болды. Кей-хайымыз әлі белгісіз. Мынаны былай қоя тұрайық. Мынау C-босс болып кетті мына жеріміз. Мынау C-босс. Ары қарай. Енді коррекцияны күтеміз қазір. Коррекция қай жерге дейін болды. Міне коррекция болды, көрдіңіздер ме? Коррекция болды, яғни не істеді? Хайр-хайымыз ауысты. Хайр-хай мына жерде болды. Енді ключевой максимумымыз осы хайр-хай болды. Ключевой максимумымыз хайр-хай. Ключевой минимум. Яғни хайр-хай, енді хайр-лоу пайда болу үшін мынаны бұзу керек те. Бұзды. Бұл ключевой минимум болады. Мына жер не болды? C-босс болып кетті. Бағамыз мына жерге жылжыды. Мына жер C-босс болды. Одан кейін ары қарай. Байқасаңыздар, тағы коррекция берді. Бірақ не болды? Денесімен бекей алады. Яғни босс болмады. Мына жерде хайр-хай өзгерді. Мынаны бұзбағанша хайр-лоу жоқ. Әзірге осы екі аралықта жүрді. Қай жаққа шығатын болса, сол босс болады. Үстіне шығасы болса C-босс, астынан босс болады.
мынау бізде не болды, сибос болып кетті. Енді осы жерден осы аралық осыған дейінгі минимум нүкте бізде мынау. Ештеңе өзгерді. Мынау бізде сибос болып кетті. Бар. Тағы да коррекция берді. Яғни мынау хайыр пайда болды. Мына едісі. Көрдіңіздер ма, мына жерде баға боковикте жүр былайша айтқанда. Яғни баға мына жерде былайша айтқанда белгісіздікті маған кез келген орындауы мүмкін. Былай да жүруі мүмкін, былай да жүруі мүмкін. Ликвидис деген тақырып күтесіздер, сол жерде нақты белгілі болып жүр. Байқасаңыздар, мына жерде не болды? Кей лоуымызды бұзып өтті. Кей лоуды бұзып өтті. Кей лоуды бұзып өтті, яғни ол не болды бізде? Бос болды. Яғни бағамыз шартовый структураға ауыспақшы. Былайша айтқанда соған болды бұл жерде, кері бағам. Енді бізде не пайда болу керек? Lower high пайда болу керек. Яғни коррекцияны күтеміз біз бұдан кейін. Так, мына жерде бізде не болды? Higher, lower, low. Яғни мынадан кейін ең минимум нүкте мынау болды. Яғни мына жерде не болады бізде? Key low болады. Key low. Key high'ımız әлі мынау өйткені әлі бізде не пайда болмады. Яғни ең максимум нүкте осы нүкте, мынау минимумды беріп тұрды, байқасаңыздар. Ондықтан мынау максимум нүкте болып қала береді. Мынау енді байқасаңыздар, мына жерде босымыз болды. Мына жер не болады? Мынадан кейін ең максимум нүкте мынау болды. Яғни осы бізде нені берді? Слом структураны берді. Яғни мына жерде бізде не болады? Бұл lower high болады. Lower high болады. Яғни кей high'ымыз маған ауысты. Мына жерде кей лоуымыз бұзылғаннан кейін не болды? Сибос болды, кері бағытқа қарай. Сибосты қойып. Трек. Жер сибос болды. Яғни шортқа қарай continuation пайда болды, яғни жалғастыру. Так, енді мынаны бұзды. Енді біз мына жерден lower low пайда болу үшін бізге не керек? Белгілі бір откат керек та, коррекция. Мына импульс болады бізде. Енді бізге мына жақтарға дейін коррекция болу керек. Яғни жартысына дейін, енді Fibonacci деген сабақ болады, сол жерде қай жерге дейін барады анықтайтын боламыз. Байқасаңыздар әлі lower high пайда болмады. Көрдіңіздер ме?
бағамыз әлі коррекция. Аны коррекция деп алуға болады әрине. Бірақ очевидный коррекция керек та. Міне мынау очевидный жақсы коррекция. Мынаны да алуға болады, яғни проблема жоқ. Мынау lower low, lower high деп алуға болады. Бірақ более глобально ала беріңіздер. Жадасмаш. Так, енді бізде key low'ымыз мынау болды. Key low мынау. Key high'ымыз әлі тұра береді. Key high болу үшін баға мына жерге келіп, мына жерден разворот алып, яғни мына жерге слом беру керек та. Яғни осы нүктеміз біздің key high'ға айналады. Көрейік қалай айналады. Так, мына жерде байқасаңыздар, міне мына key high'ымызда не істеді? Слом берді. Әзірге мынау бізде не болды? Мынау high болып кетті. Яғни бос болды ғой мына жерде. Бос. Слом структура берді. Ну, бос. Яғни былайша айтқанда лонговыйға ауыспақшы да. Енді ол лонг ауысты деп мына жерде 100% айтуға болмайды. Яғни фейк бос деген нәрсе бар. Яғни мынадай өтірік слом беріп, ары қарай құлап кетуі мүмкін баға. Ол ондай редко кездеседі негізінде. Аз көрейік қалай болады. Key high, key low. Бағамыз көрсеңіздер, боковикте жүреді. Міне, енді ғана бұзды да бағамыз. Не болды? Басқа ешке ауысты. Яғни, осы аралықтың ішінде біз higher low'ды анықтау үшін ең төменгі нүктені қараймыз. Ең төменгі нүкте бұл бізде мынау. Мына жерде болады. Кері бағытқа ауысты. Higher low болады. Жер C бос болады. C бос. Үстіп де бағамыз кете береді ары қарай. Ары қарай лонговый. Так, енді мынау ары қарай бағана лонговый көрсеткен сияқты кете береді ары қарай. Мысалы аз көрейік. Коррекция беретін болса бізде higher high пайда болады тағы да. Байқасаңыздар, коррекция жақсы берді. Мынаны біз не дейміз? Higher high дейміз. Higher high. Мына жер не болады? Key high болады. Key high. Мынау key low. Байқасаңыздар, мына жерден бағамыз бұзылып тұрады. Мынау higher low'ымыз өзгерді мына жерде. Мына жерде өзгерді. Ол не болады бізде? Ең төмен нүкте. Дұрыс, higher low болады. Мына жерде локальды алсаңыздар да болады негізінде кейін. Мына жерде былай. Мынаны higher high деп мысалы.
қайырлы болсын. Бірақ мына жерден бірден жаңартып кетті да мына жерде. Бұл қайырқай болып кетті уже. Қайырқай болды. Ключевой нүктеміз ол болды. Өстіп кете берді больше. Так, осымен структура сабағы аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, енді эфирдегі жолыққанша сол жерде түсінбеген жерлеріңізді сұрайсыздар.